Қайым Мұхамедханов 1916 жылы 5 қаңтарда дүниеге келген. Мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақ СССР гимнінің авторы, Семей қаласындағы Абайдың мемлекеттік музейінің ұйымдастырушысы, Абайдың ақындық мектебі мен Қазақстандағы текстология ғылымы, шәкәрімтану және алаштану ғылымдарының негізін қалаушы, көрнекті ғалым, ақын, жазушы, драматург, аудармашы және қоғам қайраткері. Мыңнан аса ғылыми еңбектің авторы. 1940 жылдан бастап КСРО жазушылар одағының мүшесі, КСРО және Қазақ СССР халық ағарту ісінің үздігі, Шығыс Қазақстан облысының Семей және Аягөз қалалары, Жаңа Семей және Абай аудандарының құрметті азаматы. Көптеген мәртебелі атақтар мен марапаттардың иегері.